Қазақтың даңқты хандарының бірі Абылай ханның есімі тарихта алтын әріптермен жазылған, бірақ оның жастық шағы қиындыққа толы болды. Ол жетім қалып, өз атын жасыруға мәжбүр болған. Жас кезінде есімі Сабалақ еді. Бұл атау қайдан шықты? Бүгінгі біз осы сұрақтың жауабын бірге іздейміз. Тарих дайын сұрақтар каналына қош келдің. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, өз пікіріңді қалдыр. Әбілмансұр 1711 жылы Түркістанда дүниеге келген. Ол қазақтың ұлы ханы Тәуке ханның немересі, Уәлибақы сұлтанның ұлы еді. Бірақ оның бақытты балалық шағы ұзаққа созылмады. Қазақ жерін жаулаған жоңғарлар оның әкесін өлтіріп, бүкіл әулетін қырғынға ұшыратты. Жас Әбілмансұр ата-анасынан айырылып, қашып құтылады, бірақ өмір сүру үшін өз атын жасыруға мәжбүр болды. Ол қазақ даласында жалғыз қалып, бас сауғалап кетті. Жетім қалған бала ұлы жүздің ықпалды биі Төле би ауылына келеді, бірақ ол өзінің сұлтан тұқымы екенін ешкімге айтпайды. Жай ғана қарапайым малшы болып жұмыс істей бастайды. Бірте-бірте ауыл адамдары оған жаңа ат қоя бастайды. Бала үнемі есік, жыртық киім киіп, шашы үйісіп жүретін, сондықтан оны Сабалақ деп атап кетті. Бірақ Сабалақ жай ғана қойшы емес еді. Ол бала кезінен қылыш тасуды, садақ атуды үйренді. Уақыт өте келе ол Бөгенбай батырдың жасағына қосылып, қазақ сарбаздарының қатарына енді. 1729 жылы Сабалақ қазақ-жоңғар соғысына ерекше ерлік көрсетті. Бұланды шайқасына оның ержүректігі ел назарын аудартты. Ол жауға қарсы шапқанда Абылай деп ұрандады. Бұл есім оның атасы Абылай сұлтанның құрметіне айтылған еді. Қазақ сарбаздары Сабалақтың батылдығына таңғалды. Жеңістен кейін Сабалақ өз тегін ашты. Ол өз есімін жариялап, мен Тәуке ханның немересі, Уәлибақаның ұлымын деді. Осыдан бастап ол бүкіл қазақ даласына Абылай хан деген атпен танылды. Осылайша кедей малшы Сабалақтан ұлы ханға айналу жолы басталды. Кейін ол қазақ хандығының басын біріктіріп, жоңғарларды жеңіп, елін қорғаған ұлы тұлғаға айналды. Абылай ханның өмір жолы қиындыққа мойымаған адамның тарихы. Сабалақ деген атау оның ауыр балалық шағын еске салады. Бірақ ол өз тағдырын өзі жасап, тарихта ұлы хан ретінде қалды. Осындай қызықты тарихи видеоларды көргіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басыңыз.